Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Бүгін 30 мамыр 2025 жыл әлеуметтік желіде барлық жаңалықтардың бәрінде бірінші президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Кремльде Владимир Путинмен кездескенін көрсетіп жатыр. Бұл нені меңзейді дейді. Биыл енді 6 шілде күні Астана қаласында Назарбаев 85 жасын тойлайды деген ұзын құлақтан сыбыс шығып жатыр. Сол тойға шақырайын деп жатыр ма? Не болмаса Америкадан Дженнифер Лопес деген сұлу әнші әйелді шақырып жатыр ма қыруар ақшаға? Ол жағы бізге беймәлім. Енді осыны тілшілер мәдениет министрі Аида Балаевадан сұрап әуре. Ол әйел нені білетінін Құдай білсін. Әйтеуір бірдеңе айтқандай болды. Осылай бұның барлығы бесенеден белгілі, өйткені бүгін тыққан ақшалардың бәрін қауіпсіздік ету үшін Дубайда өмір сүріп жатқан Нұрсұлтан Назарбаев соған кепілдік болатын бір-ақ адам деп, сол Владимир Путинге сеніп, сол қаражатының біразын сол кісіге көмектесіп, Украинаға жіберіп жатқанын талай бұқар ақпарат құралдары жариялап жатыр. Сондықтан бұлардың не шешкені бар. Бүгін міне Астана қаласында тағы да бір форум ба, саммит па өтіп жатыр Тәуелсіздік сарайында. Оған айғақ бүгін Әзірет Сұлтан мешітінің жанында қаптаған көліктер, полициялар, анау төбеге шығып алып тұрған мергендерді, жаңағы тұтастай қолында автомат ұстаған полиция қызметкерлерін біз көзімізбен көрдік. Бұл неге мынау жиын десем, бізде саммит болып жатыр, форум болып жатыр деп жатыр. Сонда бізде бюджеттің ақшасынан қыруар қаржылар осы қаптаған форум мен саммитке кететіні ешкімге жария құпия емес, жасырын емес. Солай Италияның премьер-министрі Джорджо Мелони деген әйел келгенін кеше Астанада бәріңіз көріп отырсыздар. Ол осындай кездесулер енді Астана болғаннан кейін Тоқаевпен кездесіп жатыр. Аль-Джазира тілшісіне Тоқаевтың сұхбатында тыңдаған шығарсыздар. Сол баяғы сол бір сарында мен үйтім билікті үйтіп едім деген сияқты. Бұл бесенеден белгілі дүние. Не айтатынын біз айтпай-ақ түсінеміз. Өйткені алдыға жылжып жатырмыз дейді. Бүкіл Қазақстандағы сол Кеңес одағындағы жұмыс істеген завод, фабриканың барлығы Ресейге сатылып кеткендігі, Қытай Халық Республикасының жеріміз, бүкіл өндіріс ошақтарының барлығы кетіп қалғандығы ешкімге тағы жасырын емес. Одан тыс елімізде міне әлеуметтік жағдай ушығып бар жатқаны барлық бірінші керек наннан бастап сүт, жұмыртқа, азық-түліктің бәрі күн санап бағасы шарықтап жатыр. Онымен біздің билік шаруасы жоқ. Қарапайым халық айлығы шайлығына жетпей жатқандығы тағы бар. Соның айғағы мына әлеуметтік желіде Баян Алтын Есентаева бүгінгі таңда Мақсат қызы болып кетті. Соның қырғыз байы бар, Тұрсынғали Алагөзов деген қырғыз өзінің қол астындағы 100 қызметкерге баспананың кілтін беріп, соған бүкіл қазақ ұлардай шулап жатыр. Не деген жақсы адам, осындай қылып. Бұның барлығы енді Шымкенттегі сыра заводын басшысын 20 жылға соттап жерді Назарбаев. Соның орнына мына Алагөзов сол сыра заводын алып, сыра жалпы адам баласының ағзасына өте зиян. Еркектерге әйелдің, әйелдерге еркектің гормонын күшейтетіндігі, жаңағы әртүрлі ауырлар туғызатындығы бұл ғылыми дәлелденген дүние. Оны жасанды интеллектке салсаңыз да, Google-ге салсаңыз, кез келген ақпарат құралдарына салсаңыз өте зиян екені бесенеден белгілі. Және Макси Шайдың да басшысы осы Алагөзов екен. Енді қарасаңыз
сол түсіп атқан табыстың бір итке сүйек атқандай 100 көлік баспана деген оған түк тұрғысыз нәрсе. Өйткені жаппай жабадармағай 20 миллион Қазақстанның халқы алып жатыр оны күнделікті. Одан басқа қаншама Макси шайдан да басқа Кока-кола, Горилла дейді, Red Bull дейді, әртүрлі тәтті сусындарды шығарады дейді. Осының бәрі қыруар қаржы түсіп жатыр. Ол сондықтан ол 100 адамға баспана беру оған түк емес. Жалпы осы өткен жылдары Тоқаев Қазақстандағы 162 байды жинап алып сөйлескен. Солардың әрқайсысы Қазақстандағы жетім жесір, кедей кепшік, көп балалы аналар, аз қамтылған отбасыларға әрқайсысы 100 емес 1000 пәтер алып беруге қауқары бар екен. Сойтып берсе біздің елде баспанасы жоқ адам қалмайды. Бірақ өкінішке қарай ондай жүйе бізде қалыптаспаған. Өйткені биліктің қауқары жоқ оларға. Айналайындар, енді қарапайым халықты қарапайым баспанамен қамтамасыз етіңдер деп. Олардай шулап жүрген біздің әлеуметтік деңгейі төмен отбасылар. Қаншама рет мына уәзірлер үйінің алдына барып шықты, бала шағамен шулап шықты. Жаңағы қаңтарда қырылған әкелері дүниеден озып кетіп, қатын бала шағасы қалып кеткендер Алматыдан осы жан-жақтан келіп Астананың уәзірлер үйінің алдына шығып жанайқайын айтып жатыр. Әлеуметтік желіден көріп отырмыз. Бірақ құлақ асып жатқан жұмыр басты пенде жоқ. Ерлан Қарин, мәдениет министрі Аида Балаева дегендер тым болмаса бір ауыз осы мәселе бойынша тіл қатса болар еді. Бірақ біз биліктің басында отқан бай бағлан мен шен-шекпенділердің ішінде ұлтым, жерім, қазағым деген бір адамды көрмей тұрмыз өкінішке қарай. Сондықтан бұның барлығы күрмеуі шешілмеген түйткілді мәселелер орасан зор бізде. Оның бәрін қалай шырмауықтан қалай шығатынымыз бір Құдайға аян. Біз әр осы қоғамдағы қордаланған мәселе шаш етектен болғандықтан біз күнделікті айтып отыруға тиістіміз. Өйткені осы елде өмір сүргеннен кейін әр қазағы менің жалғызым дегендіктен жаның ашиды. Қарапайым халықтың тұрмыс тіршілігіне қарап отырып, хаят деген ай, шіркін ай. Менде Хакім Абайдың бір қара сөзінде бар еді ғой. Қолында билігі бар адам болса, адам баласының мінезі өзгермейді деген адамның тілін кесер едім дейді Хакім Абай. Сол секілді мінез құлық өкінішке қарай мың құбылат адамдардың. Сондай билігі болса, саған жұрт бағынады. Билігің болмаса, сені ешкім тыңдамайды. Осындай заманға киліктік. Енді қарап отырсаңыз, әр түрлі жаңағы әлеуметтік мәселелер, басқа да дүниелер бізге қатарлы жаңағы мына көршіміз өзбек, қырғыз, түркмен, тәжік, мынау түрік, Әзірбайжан деген түріктектес халықтардың бірде-бір қыз келіншектері мынау YouTube каналға әлеуметтік жаңағы телеарналардан шығып жама азғындық нәрселер туралы, жыныстық қатынастар туралы бірде-бір өзге өкілдер айтпайды. Тек біздің тұрмыс құрған, құрмаған Құдай білсін, 20 мен 25-тің арасындағы хиджаб кигені бар, кимегені бар, отырып алып, сен бүйтсең бүйтеді, еркектің мүшең бүйтсең, мынаны ішсең, сен түнімен ұйықтатпайсың, ат боласың дейді. Ат болған деген не масқара? Айғыр боласың дейді. Сөйтеді кілең әртіс, шырылдауық шегіртке дейді ғой, Ахметбек Нұрсила. Сол әнші, күйші, биші, жыршылардың барлығы соны жарнамалап кетті өкінішке қарай. Соларға ақша береді ау деп ойлаймын. Сол ақшаның құлы болған ба білмеймін. Барлығы мынаны қара бірдеңені, қара зерені ішсең, мынаны ішсең, ойбай, сен түнімен ұйықтамайсың, керемет простатитті емделесің деген жарнама қаптап кетті. Осыларға тыйым қашан болады екен деп біз күтіп жүрміз. Осындай әйтеуір не істесең оны істе, Назарбаевтың құрған жүйесі. Адам өлтірір, банк тона, білгеніңді істе, әйтеуір бала шағаң қалай асырасаң олай асыра. Өйткені бірде-бір завод, фабрика қарапайым халықтың игілігіне жұмыс істемейді. Бірде-бір университетте 2-3 дипломы бар жас балдар тепсе темір үзетін азаматтарға университетті бітіріп шығады, қолында табақтай диплом,
сандыққа салады да таксист, охранник, қайдағы жайдағы жұмыстарға кіреді. Өйткені жұмыспен қамтамасыз ету тетіктері қарастырылмаған біздің елде. Кеңес одағында қарапайым ыстытуды бітірсең, сен жұмыс дайын, баспанаң дайын еді. Міне жүйе деген керемет еді. Қазір Оксфорд, Кембридж, Гарвардты бітіріп келсең де Қазақстанға, сізді жұмысқа ешкім алмайды. Жоғарыда таныс тамырың кришан болу керек, бір көкең болу керек, дөкей, беделі бар, белсенді бар. Солған ақша беріп тұрасың айына. Сол сені қорғайды. Осындай сор қайнаған елге айналдық. Басқа айтарға сөзім жоқ, кешіресіз. Сенің бағыт бағдарың, қабілет қарымың, ұшан теңіз білімің, сайрап тұрған неше тілде тілің, сенің ойлау қабілетің, жүріс тұрысың, іс әрекетің, мәдениет парасатың, сенің жаңағы диапазон познания, ойлау көкжиегің, сен жаңа ұйымдастыру қабілет қарымың, оны ұрмайды бізде. Тек жұмысқа кірсең, кришан кім дейді? Масқара енді. Мен жуырда Абу-Даби, Дубайда болдым. Ол жерде тек қана ағылшын тілін білсең, жұмысқа уақытында келіп, уақытында кетсең болды. Қайдан келдің қызық емес. Филиппин, Бангладеш, Камбоджадан бастап, Қырғызстанның 4 қызы тіркеу орында жұмыс істеп тұр, ресепшн дегенде. Міне, өркениеттер осындай. Біздер әлі жұмысқа қабылдай алмайды. Сіздермен болған тарихымның кандидаты Жұмамұрат Кеңесұлы Шәмші. Лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар. Мен телефонымды қалдырам. Егерде кімде-кім қаржылай көмек берем десеңіздер, Каспий Голд нөмірімде. Сау саламат болыңыздар.